Жалғастырайық. Ресейде жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Амур облысында Ан-24 ұшағы құлап 48 адам қаза тапты. Оның 5-еуі бала, 6 экипаж мүшесі бар. Ангара әуе компаниясының борты Хабаровск, Благовещенск, Тында бағыты бойынша ұшып бара жатқан және Тында әуежайынан бірнеше шақырым жерде Амур облысында байланысын тоқтатқан. Тында қаласының 15 шақырым жерде ұшақтың бөлшектері табылды. Ан-24 ұшағы 50 жыл бұрын авиациялық зауытында шығарылды. Бұл ұшақ 2018 жылы Иркутск облысының Бодайбо әуежайында зақымданған, алайда қолданыстан шығарылмады. Ұшақ апатына техникалық ақау мен ұшқыштардың қателігі себеп болуы мүмкін. Қайтыс болғандардың туыстарына компенсация төленеді. 24 июля в Главное управление ЧС России по Амурской области. Ұшақ таудың баурайында құлаған. Жету өте қиын болды. Оқиға орнында төтенше жағдай қызметкерлері аэромобильді топ жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар жедел желі іске қосылды.